Жеңістің 75 жылдығына орай ұйымдастырылған өңірлік Ұлы Отан соғысы ардагерлері жайлы ақпарат материалдарын ұсынамыз. Мартбек Мамраев 1908-1989 жылдар шамасында өмір сүрген. Мартбек Мамраев Қарқаралы ауданының қазіргі Мамраев ауылында 1908 жылы туған. Табиғаттың бұл перзенті жасынан еңбекқор да алғыр болып өсті. 1921 жылы жас Мартбек Қарағанды кеншісіне келді. Кейінде жер астында көмір шапты. Арнайы оқу бітіріп электромонтерлі болды. Учаске механикіне дейін өсті. 1936 жылы шахта кәсіподақ комитетіне, кейінде бір номер 3-ші 5 шахтасының партия ұйымына жетекшілік етті. Отанға қауіп төнген шақта ол соғысқа аттанды. 1942 жылдың мамыр айынан бастап майданға кірді. Қазақ жігітінің алғашқы от кешіп сынға түскен жері Сталинград түбіндегі шайқастар еді. Сол жерде жараланып, 1943 жылдың қыркүйегіне дейін емделді. Қайтадан қатарға қосылып, 12-ші гвардиялық атқыштар дивизиясының сапында Дмитриев қаласын азат ету шайқасына қатысты. Мартбектің атқыштар ротасы әрқашан алдыңғы шептен көрінді. Бірде қалың оқтан жараланған рота командирі қаңсырап жатып, басшылықты Мартбекке тапсырды. Осы ұрыста көрсеткен ерлігі үшін Мартбек Мамраев Қызыл Ту орденімен марапатталды. Беті қайтқан жауды түре қуған Мартбек батысқа бет алды. 1943 жылғы күзде олар Днепрді бетке алып, Ұлы өзеннен өтуге тиіс болды. Немістен төсеген шағын көпірдің көмегімен Мамраевтың расчеті қарсы жағаға ілікті. Сол жерде 3 түн бойы атысқан жауынгерлер берілмеді. Ұрыс кезінде жараланған Мартбек қатардан қалған жоқ. Ержүрек жігіттер бірінен соң бірі жараланды, көбі қаза да болды. Бірақ қару күшін іскер пайдаланған Мамраев кеңес әскерлерінің өзеннен жүзіп өтуіне жағдай жасады. Осылайша үлкен операция сәтімен аяқталды. Днепрден ұрыспен өту кезінде көрсеткен жанқиярлық ерлігі үшін гвардия аға сержанты 61-ші армияның 12-ші гвардия атқыштар дивизиясының 32-ші гвардиялық атқыштар полкінің пулемет расчетының командирі Мартбек Мамраевқа КСРО-ның жоғарғы кеңесінің төралқасының жарлығымен 1944 жылғы ақпанның 15-ші жұлдызында Кеңес одағының батыры атағы берілді. Ол Ленин орденімен, бірінші дәрежелі отан соғысы орденімен, медальдармен марапатталған. Соғыстан кейін Мартбек Мамраев Киров атындағы шахтия партия ұйымын басқарды. Ленин аудандық партия комитетінің бірінші хатшысы болды. Кеншілер астанасы атқару комитетінің орынбасарлығына сайланды. Соңғы кезде ол химия металлургия институтында еңбек етті. Мартбек ағамыздың бейбіт өмірдегі еңбегі де лайықты бағаланып, оған құрмет белгісі ордені, Қазақ КСР жоғарғы кеңесінің грамотасы берілді. Мартбек Мамраев 1989 жылдың қараша айының 22-ші жұлдызында дүниеден өтті. Қазіргі таңда Қарқаралы ауданында Мартбек Мамраевтың атымен аталған ауыл бар.